Сен балаңа Құранды үйретсең, Құран балаңа барлық жақсылықты үйретеді дейді. Біздің қазақтан деді, ұры да шығады, бандит те шығады, боксер де шығады деді. Бірақ деді, мына екі жас қари балдарды қарамайсыздар ма деді. Алма өзінің ағашынан алысқа түспейді дейді. Мен ата-анамның түбінен өсіп шыққан көшетпін. Менің балдарым сол көшеттің жемісі. Енді Шоқан балаңыз мектепте өте жақсы оқиды. Перзенттер алдында өшіретін де аналары. Бала тәрбиесінен бұрын ата-ана өзін тәрбиелеу керек екен ғой. Мен тау қопаруға дайынмын, жер жыртуға дайынмын, бірақ мен сеніп оқытамын. Баланың қамын үйленбей тұрып ойлау керек екен ғой. Ерсін Әміре ұстаз болуына ол кісінің атасының үлкен септігі бар дейді. Бір қария айтып еді, балаң жақсы болса, глюкоза, система, витаминнің бәрі соның ішінде екен. Ерсін айтады, әке, аналар не нәрсе, түрме ма дейді анау. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті көрермендер, Сейітжан Қари Медиа YouTube каналындағы подкастымыздың кезекті санын бастаймыз. Бүгін студиямызда қонақта белгілі ұлағатты ұстаз, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Ақсақалдар кеңесінің мүшесі, елімізге танымал 5 қырағат иесі Ерсін Әміре Бегайдарұлы ұстазымыздың әкесі Бегайдар Әміре ұстазымыз және Сейітжан Қари мешітінің ұстазы 10 қырағатта Құранды жатқа оқитын Шоқан Қари Уәлиев ұстаздың әкесі Нұралы Қажы көкеміз келіп отыр. Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгінгі подкастымыздың тақырыбы бала тәрбиесі және қарилардың тәрбиесі деген тақырыпта әңгіме өрбітетін боламыз. Құрметті Бегайдар көке, өзіңізден бастасақ, бүгінгі қоғамда бала тәрбиесі өзекті мәселе болып отыр. Өзіңіз өсіріп отқан ұл қыздарыңызға берген имандылық тәрбиеңізді, ислами тәрбиеңізді біз перзенттеріңіздің бойынан байқаймыз. Осы елге егемендіктен бері қаншама жылдар бойы дін исламға, қазақ халқына қызмет етіп келе жатқан жайыңыз бар. Сондықтан өзіңізге осы тақырыптың алғашқы сөзін ұсынсақ. Алла Субхана Тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Елімізге егемендік келіп, өшкеніміз жаны өлгеніміз тірілгендей, ұмытылып бар жатқан салт дәстүріміз, ата жолымыз, дініміз, тіліміз қайта жаңғырып, мінекей осындай жақсылықтармен қауышып жатырмыз. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға салауат сәлемдер болсын. Сонымен қатар мінекей елімізде дініміздің қара шаңырағы, діни басқарма қазіргі уақытта басқарып отырған Наурызбай Қажы Тағанұлы және осы мүфтияттың қызметкерлері мінекей еліміздің руханиятына, исламның өсіп өркендеуіне, мінекей имам ұстаздардың тәрбиесіне мінекей мұқият қарап, үлкен еңбек жасап отырған мүфтиятымызға, мүфтиімізға Алла разы болсын, үлкен рахмет деп бастағым келіп отыр. Енді ел болу үшін, жер болу үшін, сондай жақсы отан болу үшін бұл бала тәрбиесі, бұл адамзат тәрбиесі, бұл ең маңызды нәрсе деп ойлаймын. Енді мен ата-анамның түбінен өсіп шыққан көшетпін. Менің балдарым сол көшеттің жемісі. Енді бала тәрбиесін сөйлеуден алдын, балдардың жақсылығын айтудан алдын, біз кімнің түбінен көшетпе өсіп шықтық? Кімнің тәрбиесін алдық? Кімнен көргенімізді, естігенімізді біз бала шағамызға бере алдық. Әрине ол бірінші осы біздің ата-анамыз.
Совет өкіметінің уақыты, бұнда имани ислами тәрбиеден халықтың алыстап бара жатқан уақыты. Мінекей Алланың бір жақсылығы, менің әкем Әміренің ұлы Төлжан 1910 жылғы кісі медресе көрген. Сондай Құран сауаты, ескі кітаптарды оқуы, солдай білімдер нәсіп болған. Ата-анамыздың өмірінде намазы қаза болмаған адамдар. Әкеміздің тахажуд намазы үзілмеген адамдар. Асаршылық уақыты, соғыс уақыты, қиын қыстау уақыттардағы қасында бірге болған адамдардың айтатыны, әкеңіз қандай уақыт болмасын, намаздың уақыты келгенде бүкіл жұмысты, комбайнды тоқтатып, намазын оқушы еді, құлшылығын жасаушы еді деп, ол кісі туралы бір қандай ерекшелігін білесіз дегенде, әкеміздің сол тақуалығын айтатын еді. Енді ұрпағымыздан, жаңағыдегі біз көшеттерден жақсы жемістер шығып жатса, сол менің әкем мен анамның дұғасы, тілегі, солардың жаңағыдегі ізгамалының артында дұға қылатын, осында ізгі ұрпақтардың пайда болуы, осы Алланың берген, сол кісілер берген сияпаты деп ойлаймын. Енді жалпы бала тәрбиесі айттық қой, өте маңызды, өте нәзік нәрсе. Тәрбиенің көп әсері бар. Тәрбие баланы көңілін ашады, көзін ашады, жақсы жолға жолдайды. Бірақ өмірден түйген бір нәрсем бар. Қазақта әш-шалман түнінен әш-шалма, тәтті-алман түнінен тәтті-алма шығады деді ғой. Бұл ата-ананың жалпының мінезі жақсы ма, жаман ба, пейіл атыбары балаға көшеді екен. Мүмкін сол балада жақсы қасиет болса, осы қазақи тәрбиемізбен, ата жолымызбен, иман ислам тәрбиесімен сол жақсылығын жетілдіріп отырады екенбізді. Жаман тәрбиесі болса, сол иман ислам тәрбиесімен жамандығын өшіріп отырады екенбізді. Бірақ негізі әсілінде жақсы болу үшін бір шарттар бар. Негізі жақсы егін алу үшін, жақсы урожай алу үшін диқандар екі шарт қояды. Оның біреуі дән сапалы болу керек, екінші жер құнарлы болу керек дейді. Енді дән қанша сапалы болғанмен жер құнарсыз болса, сортаң болса, жөнді өнім бермейді. Ал енді дән сапасыздау болғанмен жер құнарлы болса, ол жаңылдегі ұрықты көтеріп, жақсы өнім бере береді екен да. Сондықтан да бала жақсы болу үшін ана жақсы болу керек екен. Өйткені ананың 9 ай құрсағында жатады, соның қаны менен, соның жаны менен, соның ой пікірі менен ананың қарнында бала жетіледі. Дүниеге келгеннен кейін соның ақ сүтін ішеді. Көзін ашқаннан сол әке даланың адамы ғой. Бірде бар, бірде жоқ дегендей. Сол ананың ықпалы балаға көп өтеді екен. Сондықтан да баланы қалай тәрбиелеу керек деген бір ғалымнан барып сұраған кісі, баламды қалай тәрбиелесем екен дегенде, балаң қаншаға келді дегенде, 2 жасқа келді деген. 2 жылға кешіккен екенсің дегенде. Яғни баланың қамын үйленбей тұрып ойлау керек екен ғой. Балаға жақсы ана таңдау. Жақсы ананы қалай таңдаймыз? Яғни ол қыздың ата-анасына қараймыз. Әкесінің әдебі қандай, ақылағы қандай, анасының ибасы қалай, көркем мінезі қалай. Сол ата-анадағы жақсылық міндетті түрде қызға да, балаға да өтеді. Сол үшін қазақтар шешесін көріп, қызын ал деген сөз бекер айтылмайды. Енді тағдыр жұрттың бәріне көркем мінезді, кішіпейіл, ақыл парасатты келіншек қыздар дайын тұрған жоқ қой енді. Тағдырда бұйырғаны кезігіп жатады.
Бірақ әсілінде сол ата-ананың фейл-аты бары мінез құлқы балаға өтеді екен. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Қоқыста өскен гүлден сақ болыңдар деді. Алланың елшісі, қоқыста өскен гүл дегеніміз не деген уақытында? Тәрбиесіз, жаман отбасынан шыққан сұлу қыз деді. Ол көшеде әдемі, көшеде көрікті, бірақ түбінде әсіліне қайтады ол. Өйткені ол қоқыста өсті, сол қоқыстан нәр алды ол. Сол қоқыстағы нәрмен ол жетілді. Ертең ол сол қоқыстан алған нәрдің жемісін береді ол, қаласын қаламасын. Сол үшін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоқыста өскен гүлден сақ болыңдар, абай болыңдар деді. Сондықтан да әйтеуір Алла Тағала осы тәрбиелі жерден балдардың анасы нәсіп болды. Сондықтан да енді балдардың ел жақсы деп баға беріп атса жақсы ғой. Ата-анаға бала-шаға дүниедегі ең сұлу өзіңнің бала-шағаң, ең әдемі өз бала-шағаң ғой. Негізі бала-шағаға бағаны қоғам көпшілік сырт береді ғой, араласады. Әке балаға сыншы дейді, дұрыс. Енді өз балаңды өзің мақтап, өз қызыңды өзің мақтапмайсың ғой. Ел мақтасын. Сол үшін ата-ананың емес, халықтың ұлы бол деген сөздің халықтың айтуы деп ойлаймын енді. Жақсы, Алла разы болсын көке. Енді бала-шағаң рахатын көр, балаң көз қуанышың болсын, көңіл қуанышың болсын деп жақсы тілек айтып жатады. Осындай балдардың тәрбиелі де білімді болып, үлкен жетістікке жетіп жатқаны, ол да әке-шешенің сол ол қызының, перзенттерінің көз қуанышы, көңіл қуанышы болып жатқан сәті деп білеміз. Олай болса, құрметті Нұралы қажеке, әке деген ұғымды қалай түсінуге болады? Әке деген кім деп отырсыз ғой енді? Әке деген кім? Бұл сұрақтың өзі де өте сондай бір күрделі сұрақ, сондай бір жауапкершілікке толы болған бір маңызды сұрақ екені айтып тұр ғой. Әке деген кім деп, қалай түсінесіз деп. Ол әкенің мойнында жауапкершілік өте үлкен екен ғой. Және ағамыз айтып кеткендей, бұл бала тәрбиесі негізі атадан балаға мұра болып қалыптаса береді. Ол қазақта айтады ғой, жақсыдан жақсы туады, жақсыдан алтын туады жақсылдаған, жаманнан қарға туады қарғалаған деп. Солай демекші, бұл біздің түбіміз жақсы болатын болса егерде, ол балаға міндетті түрде келеді. Менің әкем, енді ол мен өзімді айтпай қой, қандай екенді ол халық айтар, ол ертең ақыретке барғанда Аллахтың алдында дәрежеміз белгілі болар. Әйтеуір жақсылардың қатарында болу нәсіп болған болсын. Амин. Әкем мен 45 жыл қазақ тілі әдебиеттің мұғалімі болған. Сол үйдің қасында қазір біздің мектеп бар. Сол мектептің іргетасын өзі кәдімгі апаф қойып, құрып, өздері құрған адамдар, ол кісілер. Бастапқы кезде бастауыш мектеп еді. Кейін келе ол 8 жылдық болды. Қазір енді 11 жылдық болды. Соның ең алғашқы іргетасын қойған адам еді әкем. Алла рахмет алсын. Кейін пенсия шыққаннан кейін ол кісі ауылдағы мешіт өте сондай бір жағдай, өте құлайтын жағдайда тұрған тұғын. Сол мешіттің бәрін бұзып қайттан жаңартты. Енді біз жеке өз басым әкемді кумир болып санадым. Мен ойлаймын, әрбір бала өзінің әкесін кумир санайды. Сондықтан да әке әрдайым ол үлкен бір тұлға. Қазақта айтады ғой, әке асқар тау деп. Сол сияқты ол әке әрдайым салмақты ойменен, салихалы сөзімен ерекшеленіп тұру керек. Ол жеке ғана құр өзінің қамы емес, қоғамның адамы болу керек. Мен сонда барып ойлаймын, ол бала өте жақсы тәрбиелі өседі, көпшіл болып өседі. Мен оған бір мысалы айтсам болады. Енді біз ол бала тәрбиесіне келгенде әкемізден алдық тәрбиені өзіміз, соны баламызға көрсеттік. Тарихтағы үлкен ірі тұлғалар болды. Абай атамыздан мысалға, Шәкәрімден
пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан араласа алатын болсақ қандай болды мәмілесі балдарменен, сахабалардың мәмілесі қандай болды, сол тарихтың бәрін менге оқып біразын, содан біз енді балдарымызға сонда тәрбие бердік деп ойлаймын. Мынау абай бала білесіздер, ол 2 медреседе оқыған ғой. Сол екінші медресесі Орынборда болды, қазіргі Оренбург, Қазақстанның бұрынғы астанасы. Сол Орынборда 1 жылдан аса уақыт ол медреседе оқып, қысқы демалысқа келеді. Келе жатады, Құнанбай атамыз өзінің шабарманын қосып берген ғой, енді баламдап келді да. Сонымен абай бала шауып келеді дағына, анандай жерде атынан секіріп түседі дағына, жүгіріп келе жатады. Дәл қасында, қарама-қарсында оның анасы болады ғой. Анасы қазанға ет салып, еттің көбігін алып жатқан болады. Абай бала анашым деп жүгіріп келсе, 1 жылдан астам уақыт болған, көрмегеніне. Құшақтай алған жоқ. Тайтары деді, тоқтатып қойды да. Тайтар, әкеңе бар деді. Сонда абай да өзінің өте бір ыңғайсыз тірлік істегенін білді, іс қылғанын білді дағына, бұрыла салып әкесіне жүгірді ғой, әкешім ассалаумағалейкум деп. Сонда Құнанбай Ресейден келген бір купец еді ғой, саудагер. Сол екеуі теріс қарап бір мәселе шешіп тұрған. Енді ол арқасынан не отқан жұмыс жоқ, ол хабарсыз еді. Әкешім ассалаумағалейкум деп еді, қараттағына, жүгіріп келген абайдың басынан сипаттағына, өркен өсін балам деп, осымен ғана шектелді ғой. Сөйтіп ол бала абай қайттан анашым деп барып, анасы барған, анасы құшақ жайып қарсы алып, маңдайын иіскеп, маңдайын сүйіп жіберді ғой. Енді қарасаңызшы, бала атты анандай жерге қойып, ата анаға деген құрметі ғой. Шағын бұрқырап шауып кетеді ғой деді қасына. Ондай болған жоқ. Ол енді құрметі ана жерден секіріп түсіп, жаяу жүгіріп келді. Одан анасы әкесі жұмсады. Әкесі ол басын сипап, өркен өсін балам деп шарп салды. Одан кейін барып анасына барды. Енді бұл кейбір адамдардың енді қазір ойында келіп қалуы мүмкін, әкесі сонда бір қатыгез болған дейді. Бірақ енді қатыгездікпенен қаталдықта шатастырмауымыз керек біздер. Ол әкесінің бір қаталдығы, бірақ бізде де соны дәл осы кейбір кездерде баламызға осындай бір қаталдықты бір қолданған кездеріміз болды. Бірақ еркелейтін кезде еркелеттік, қатал болатын кезде қатал болдық. Енді ар жағын өзі қоғам, көпшілік бағасын бере жатар баламыздың да әйтеуір. Ағамыз айтқандай. Алла разы болсын, Қажеке. Ол Нұрекең сөзін қолдайын. Жалпы әкенің даңқын шығаратын, негізі әкеден бір лидер жасайтын, негізі әйел боласы. Мен өмірде көргенім. Бұрынғы әйелдер, өзіміздің әйелдер, әкең келе жатыр, құманың тұстап дайын тұр, әкең шаршап келді, шуылдамаңдар, әкеңнен сұран, әкең деп, сондай әкеден лидер жасайтын. Балдар әкені жақсы көретін, әрі сыйлайтын, әрі аяғын тартатын, сондай бір тұлға жасауда негізі әйелдің рөлі көп деп ойлаймын мен. Және мен өмірде өзімнің көкейімнен кетпейтін бір келеңсіз жағдай қазір есіме түсіп отыр. Қождан ата мешітінде тұрғанымда бір жігіт келді. Бір жігіт келіп, көңіл күйі түсіп, молдеке деді, бұл қандай болып бара жатыр деді. Не болды дебім, мына жерде бір жігітке кешке 6-да үй жағынан келіп жолығам деген. Сол 6-да қазір үй жағына келсем, есігін алдында әйелі бала шағалар жүр екен. Ассалаумағалейкум, пәленше қайда дебім, үйде жоқ деді. Ай, мен 6-ға келемін, жолығамыз деп, уәделескен еді қой деп едім. Жаңағыдегі әйел айтты дейді, балдарына. Ай, ана сүмелек әкеңді тауып келіңдерші, сүмелең деп қайда жүр екен деп айтты дейді. Балдарына, жаңа анасы, ана жігіттің әйелі. Сүмелек әкелерің қайда жүр екен сүмелең деп тауып келіңдерші деп айтты дейді. Мен дереу бірден бұндай әкемен жұмыс істеуге бірігуге болмайтынын білдім де, жоқ рахмет, шақырмай қойыңыздар, мен асығыстау едім деп кетіп қалдым дейді. Жаңағыдегі бұл әйелдің қандай тәрбие беріп жатыр, балдарына айтып жатыр.
сүмелек әкелеріңді тауып келіңдер деп. Енді ол әкені балашаға қайдан сыйласын, рас қой. қайдан құрметтесін? Оны өйткені анау аналары жерге ұрып жатыр. Сол сияқты әкені дәрежесін бұрын аналар өсіріп отырған ғой. Аналар көтеріп отырған. Демек, әкенің абыройын перзенттер алдында өшіретінде аналары. Дұрыс. Енді ананың да көп тәрбиесі керек қой балаға, көке. Осы тұрғыдан аналардың қандай жақсы тәрбиелері қазіргі қоғамдағы балаларға жетпейді деп ойлайсыз? Енді Аллаға шүкір, қазір жастар отан сүйгіш, Алласын таныған, ата-анасын құрметтеген, қайтсек жақсы ел боламыз деп жан күйдіріп жүрген жақсы жастар көп. Шүкір. Енді өкінішке орай сонымен қатар келеңсіз жастар да бар. Бұл Алла Тағала дүниені хикметпен жаратады екен да. Денсаулықтың қадіріне ешкім жетпес екен егер ауру болмаса. Байлықтың қадіріне ешкім жетпейді егер кедейлік болмаса. Ақылды даналардың қадіріне ешкім жетпейді дүниеде ақымақтар болмаса. Ғалымның қадіріне ешкім жетпейді егер надандар болмаса дейді да. Өмірде күрес болу үшін, еңбек ету үшін сондай келеңсіз адамдар да болады, соларды тәрбиелеу үшін жан күйдіріп жақсылар еңбек ету керек. Елдің бәрі бірдей бойы, бірдей 90, бәрі сұлу болса, сұлулықтың қадірі болмайды. Ақындар сұлулық туралы өлең жазбас еді. Өйткені барлық адам бірдей сұлу, бойы бірдей. Сондықтан да сұлулықтың қадіріне жету үшін көріксіз адамдарды да жаратып қойған Алла. Бойы кішкентай, түрі нашар қылып, яғни анау көріксізді көрген сұлулар іште, Алла саған шүкір, мен осындай көрікті жараттың деп тәуба қылу үшін да. Ал енді жалпы жақсы егін алу үшін ұрық сапалы болу керек, жер құнарлы болу керек дедік қой. Өмірде көрген нәрсемді айтайын. Сондай жақсы әке, сыйлы әке, еңбекқор әке. Сол кісінің балдарының, қыздарының жаманаты шығып кетті. Жақсата алмады отбасы. Сонда қариялар айтып отырушы еді. Ана келіннің жатырғанған екен деп. Енді ол кісілер дүниеден өтіп кетті ғой енді. Біз жас жігіт кезімізде. Сонда жаңағы дүкеннен онша-мұнша нәрсені қойнына тығып ұрлап, ұсталып қалған жағдайлар болды жаңағы аналарының. Мұны көрдіңіз ба? Жер құнарлы болса, жақсы өнім береді. Сондықтан да бір ұлды тәрбиелесең, бір отбасын, бір әулетті тәрбиелепсің дейді. Бір қызды тәрбиелесең, бүкіл қоғамды тәрбиелепсің дейді. Сондықтан да қыздар жақсы болса, қыздар ибалы болса, қыздар кішіпейіл болып, жақсы ананы еміп, жақсы анадан тәрбие көрген, сондай қыздар болатын болса, иншалла, қоғам жақсы болады. Әрине, бұл мынау тек бір қызбен емес қой, мынау лампочкаға кеп тұрған сым, біреу плюс, біреу минус, екеуінің қосылуымен жарық шыққан сияқты, сол қыздарға пана болатын, қамқор болатын, әкелер, ағалар, жігіттер, қазақ қызы деп соны қорғайтын намысты ерлер сонымен қатар болу керек. Алла разы болсын, Қажеке. Яғни алма өзінің ағашынан алысқа түспейді дейді. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің дейді. Демек, ата-ана тәрбиелі, иманды, жақсы тәрбие бере алатын отбасы мүшелері болса, ұрпақтарда иншалла жақсы ұрпақ болып өседі. Құрметті Нұралы Қажеке, әке өзінің перзенттеріне ең бірінші, ең маңызды болған қандай нәрсені беру керек деп ойлайсыз? Енді ауасыз да адам баласы 5 минут өмір сүру мүмкін.
сусыз 3 күн өмір сүруі мүмкін. Бірақ дінсіз, яғни Раббысы, Аллахсыз ол бір секундтың доли секундқа да өмір сүру мүмкін емес нәрсе ол. Сондықтан мен ойлаймын, ең бірінші берілетін нәрсе бұл Раббысын таныту. Осы иман тұрғысынан тәрбиелеп, Раббысын таныту. Ең маңызды нәрсе осы. Алла разы болсын. Мынау Құран-ы Кәрімде Муса алейхиссаламның өмірбаяны жазылады. Сонда Ферғауын жарлық шығарып, бүкіл жаңадан туылған сәбилерді өлтірткен екен дейді. Сонда Муса алейхиссаламның анасы Мусаны Ніл өзеніне ағызып жіберген екен. Кейін мұны патшаның сарайында қызметші көріп, оны тауып алып, патшаның Ферғауынның әйелі өтініш қылып Ферғауынға, осылайша патшаның Ферғауынның сарайында көрсетті. Сонда ешкімнің үстін ембей қойғанда жаңағы Муса алейхиссаламның әпкесі бұл баланы емізетін бір ананы білем деп өзінің анасын шақырып келген екен дейді. Енді бұны білмеген Ферғауын рұқсат беріп өз баласын Муса алейхиссаламды анасы Ферғауынның сарайында емізіп ақ сүтін беріп өсірген екен. Осы Құранда келген қиссадан ислам ғұламалары мынандай бір тәрбиелі сөз айтқан екен. Сен ұлыңды, қызыңды, перзентіңді дін өзеніне ағызсаң, Муса алейхиссаламды анасы Ніл өзеніне ағызып, анасына баласы қайта оралған секілді, сенің де ұлың, сенің де қызың өзіңе қайта оралады дейді. Ол иманды болса, ол тәрбиелі болса, ол ата-анасына қызмет етеді, жақсылығын жасайды, разылығын алады деген екен. Олай болса, осы әңгіменің төркіні ең бірінші перзентке Алласын танытып, имандылығын үйрету керек дейсіз. Алла разы болсын, құрметті қажекелер. Енді бұл бала тәрбиесіне қазақ ұлтында көптеген тәрбиенің түрлері бар. Мақал мәтелдер қалдырылған аталарымыздан дәстүрлер бар қаншама. Сол қазақи тәрбиеде балаға берілу керек болған бір тәрбиеге де тоқтап кетсек. Жалпы бір сұхбат құрылған екен. Осы бала тәрбиесі қалай болады дегенде біреу жақсы мұғалім керек деген екен. Жоқ, ата-ана жақсы болу керек деген екен. Жоқ, екінші қоғам жүрген ортасы дұрыс болу керек деген. Осындай түрлі пікірлер айтылған. Бұның бәрі өте дұрыс пікір. Бірақ сонда атақты ғалым бұның бәрі дұрыс. Егер сен үйленгеннен кейін әйеліңе адал ас жегізіп, парақорлықпенен, түрлі ұрлықпенен, арам нәрсе жегізбестен, әйеліңді сонымен баққа болсаң ата-анаңды, әйелің өзің сол адал ас жеп, содан сендерден дүниеден перзент келсе, оның тәрбиесінің жемісі болады деген екен. Ал енді сен өңкей арам жеп, сөзің арам, пиғылың арам, ниетің арам, жаман ортада жүріп, ол іштегі балаға да әсер етіп, кейін оның тәрбиесі қиын болады деген екен. Сондықтан да өзі дұрыс, қоғамда тәрбиелейді, мектеп ұстазда тәрбиелейді, басқа да тәрбиелейді. Негізі бірінші қойылатын шарттар осы адалдан ас жеу екен. Адалдан ас жеу. Өзі ұяда не көрсең, ұшқанда соны аласын дейді ма? Бала тәрбиесінен бұрын атаны өзін тәрбиелеу керек екен ғой. Өйткені жақсы бол деп айту үшін, өзің жақсы болсаң, ол сөз балаға дариды екен. Өзің темекі шегіп отырсаң, балаға темекі шекпе деп айтуға қандай ақың бар. Біреу келіп дарбаздан ұрып тұрса, шаршап келген едім, әкем үйде жоқ деп айта салшы деп, оны өтірікке үйретіп отырсаң, ол таза өтірікші болады.
Өйткені оны көргені әкесі мен шешесінің байқамаған дәрежеде. Мысалға ананың үйді таза ұстауы, ыдыс аяқты таза ұстауы. Бұл да қызға балаға әсер өтеді. Үй ыбырсып жатса, үй тазаланбаса, бұл қыз ертең келін болып барған уақытында да ол үйді жинамайды. Ол шашылған киімнің үстінен аттап кете береді. Ол сауаптың парқына бармайды. Сол үшін бұл жерде ата-ана өзі тәртіпті болса, тәрбиелі болса, сыпайы болса, ерлі-зайыптылар бір-бірімен сіздеп жақсылап сөйлессе, әйел күйеуінің атын атамастан отағасы деп мәселені отағасы шешеді деп соны көріп өскен перзент, сен оған жақсы бол демесең де ол жақсы болады, адал болады, бүкіл жақсы қасиеттер оның бойында болады да. Енді халқымызда айтады ғой, Қажеке, көке, әке көрген оқ жонар, шеше көрген том пішер дейді. Яғни әке жақсы тәрбиесін әкенің көрсе, ой түзеп әкеге қарап үлгі тұтып, ананың жақсы тәрбиесін, жақсысын көрсе, анаға қарап ой түзейді екен. Енді құрметті Қажекелер, бүгінгі біздің подкастымыз басқа подкасттардан өзгеше болып тұр. Себебі бұған дейін түсірімдерде біз қариларды шақырып, қарлық медреседегі Құран жаттау тәсілдерін, қиындықтары мен жетістіктерін әңгіме қылған болатынбыз. Бұл жолы сол елімізге танымал 10 қырағат иесі Шохан Уалиев қаридың әкесі Нұрәлі Уалиев Қажекеңді, 5 қырағат иесі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ғұламалар кеңесінің мүшесі Ерсін Әміре ұстазымыздың әкесі Бегайдар көкеміз бүгін студиямызда қонақта отыр. Енді осы қари ұстаздарымыз туралы, сіздердің ұлдарыңыз туралы айта кеткеніміз жөн болар. Қарекеңдер енді өздері дүниеге келмей тұрған кезде сіздер қарилардың анасын таңдадыңыздар. Одан кейінгі ол кісілер аналарының алтын құрсағында жатқанда сіздердің Алладан сұраған қаншама дұға тілектеріңіз бар. Олар дүниеге келген кезде қуанып, сүйіншісін беріп, құлағына азан айтып, атын қойып, сол баланың тілеуін тілеген, ескіргенше қаншама қуаныштар мен қиындықтар болған шығар. Бүгінгі подкастта осы қос қариымыз турасында соларға берген тәрбиелеріңіз, олардың естерінде жоқ балалық сәттері болса, соны бір әңгіме қылсаңыздар. Өйткені біздің бұл көрермендерге де қызық болады деп ойлаймын. Әрі перзенттерін медресеге беріп, қарлыққа беріп, Құран жаттатып, имандылық дәрістерін алуына себеп болып жүрген қаншама ата-аналар бар. Соларға да бір үлгі болар деп ойлаймыз. Иншалла. Ағадан. Кімнен бастаймыз? Жалпы перзенттеріміздің қари болуы үлкен қуаныш, үлкен бақыт. Алхамдулиллах. Бір қари айтып еді, балаң жақсы болса, глюкоза, система, витаминнің бәрі соның ішінде келеді. Көңілің тоқ болады дейді. Көңілің тоқ. Ол саған система, ол саған көзде витамин, бүкіл күш қуат беретін. Сараштың көрот керек емес қой. Ешқандай көрот керек жоқ. Осы балаңның жақсылығы жан дүниеңе рахат сыйлап, көңіліңді көтеріп, бір жақсы өмір сүресің деген еді. Енді мен бірінші осы ата-анамның тақуалығы, солардың дұғасы, солардың тілегін Алла қабыл етті деп солай бағалаймын. Бірінші. Екінші, мен Бұхарада жүргенде Рамазан айында қатым өтетін бір қари келді. Бұхарада медресе оқыған. Медреседе оқып жүргенде қари келді деп, Қазақстанда қарилардың таусылып, Түркістанда бір-ек қана қария кісілер бар тұғын, қари. Басқа қари қалмаған уақыттар ғой енді. Бәріміз жүгіріп барып, 100-ден аса бала медреседегі. Кіріп, қолын алып, енді мен медресеге кештеу бардым, 29-30 жастарымда.
бала шағалы болғанда. Қаридың барын қолына алып, атымызды айтып, өзіміздің қай елден келгенімізді, Қазақстан, басқа деп таныстырып, қарасақ қаридың екі көзі көрмейді екен, зағип екен. Анадан сонда енді былайша айтқанда соқыр болып болған бала екен. Бұл түркістандық қари ма? Жоқ, бұл Өзбекстандық. Өзбекстандық қари. Сол Бұхарада жаңағыдегі мешітте, медреседе, сол Бұхараның мешіттерінде хатым өтуге келген жігіт қой. Сонда бұл қалай болды дегенде, әкесі имам екен, балам енді көзі көрмей туылды деп өзі ауыз-ауыз жаттатқан екен. Соқыр баланың қари болғанын көрген уақытында, бізде көз ашық балдар бар ғой, Аллаға шүкір. Неге қари болмасқа деп, сол жерде жүректен үлкен ықылас ниеттер өткен еді. Сол кезде ниет қылып қойған еді. Иә, сол кезде ниет қылып, мінекей. Содан елге келгеннен кейін, елге имам болып келгеннен кейін, баламыздың алғашқы сауатын өзіміз аштық. Мұаллим Сәни оқыды, Құранға түсті. Солай енді сол 4-ші сынып, ол кезде де бір сынып атлаушы еді ғой, 4-ші сынып па, 5-ші сынып па, сол сәттерде Ташкендегі бір қариға алып бардық. Енді ол үйлері дуалмен қоршалған, дуалдың үстіне арматурлар қадап, тікенісін тартып қойған екен. Ерсін айтады, әке, мыналар не нәрсе, түрме ма дейді, анау үстіндегі тікенісін тартып. Қашып кетемайтын болдым деп ойлап тұрған шығар. Иә, балам қазір сен кіретін бір түрме осы дегендей күліп, сол жерге кіргізіп, сол жерде 17 бара жаттым. Содан қайтып келіп, осы жерде Ықылас қари Қалиулло деген кісі бар. Шымкент қаласында. Иә, сол кісінің қолына тапсырып, араб ұстаздар бар еді, Хафажа, басқа. Сонымен Ершинге олар қайта жаттатты. Өйткені ана жерде ұстаз, саудада жүрген ұстаз екен, жаттатып, қатесін түзеу уақыты болмағанда, қайта ол ауырлау болады екен. Мінекей сол араб ұстаздардың алдына келіп, қайтадан басынан жаттап, қателерін түзеп, енді айтуға оңай, сөйтіп 30 баратын жаттап шықты деп айта салсақ. Бізге оңай дейсіз бір ғой. минуттың ішінде айта салған. Ал енді оның бала болып ойнамастан, көз майын тауысып, жас кезде нәпсісін тиіп, жұрттар доп қуалап, басқадай жағдай жасап жүргенде, балдарымыз Алланың кәләмі Құранға қадалып, соның бәрін кеудесіне, көкірегіне сыйдырып, кейіннен адамның зиқын ашылады екен. Ұмытпасам, бүгін дәрістен, сабақтан келіп, ертең азанғы дәріске 10 бет жаттап баратын болды. Машалла. 10 бет, енді бұл деген. Машалла. Мүмкін сондай кездер болды. Аллаға шүкір. Қари болып, сол қарилықта оқып, 30 параны көтерген уақытында алғашқы сол Қождан ата мешіттерінде хатым өтті, Мансұр қари деген екеуі. Енді оның қуанышын, оның сезімін айтып жеткізу қиын. Екі кішкентай бала Мансұр қаридің қарағат дауысы өте керемет. Ерсін екеуі. Енді өз бағаран қари өтіп тұрған уақытында жаңындегі барлықта байланып тұрады екесін. Тарауих намазында хатым өтіп жатыр. Тарауих намазында жаңындегі сол бір қателесіп кетпес екен, сүрініп кетпес екен деп дайым солай тұрады екесін. Соны жаңындегі іште оқыған бір іште қайталап, көңілің еш нәрсеге алаңдамайды екен да. Тақымыңызды қысып тұратын шығарсыз. Бала атташасы әке тақымын қысады деп. Жаңылыс кетпес екен. Жаңылыс кетпес екен. Жақсы оқып шықса екен деп. Сондай күндерді өткіздік. Аллаға шүкір енді. Ол бір қиын қыстау уақыттар болды. Өзі Совет үкіметі тарқап, егемендік алып,
елдің қайта құрылып шаршап тұрған бір уақыттары. Сол кезеңдерде оқуда Қареке. Енді Ерсін ұстаздың басқа подкаст, бұдан алдыңғы подкастта бір сұрақ қойған едік. Сіздің өмірде қуаныштан көзіңізден көз жас шыққан кез қай кез еді деген. Сонда Ерсін ұстаздың жауабы, сол Құранды толық жаттап біткен кезімде сол көзімнен жас шыққан еді деп. Ол енді оңай болмаған шығар енді Қарекеңе сонша жасында Құран жаттап үлкен бақытқа кенелген кезі. Ол кездегі қуаныш, көзден шыққан жастар, ол өз алдына қанша жылдық еңбектің жемісі, Алла сол қарилықты нәсіп етіп, сонымен қатар 20 шақты балдар бас қосып тұрды бірге оқыған. Сонда бір 20 шақты қаридың ішінде 5-6 ғана толық ұстап қалған ол. Өйткені дайымы тәкрар қылып тұруы керек екен. Оған оның зиқыны ерекше өткір болу керек екен. Қайталап тұрмаса ұмытып. Қайталап тұру, Енді біреулер тағдыр тауқыметіменен, әртүрлі жағдайларменен қайталауға мүмкіншілігі болмайды. Түрлі жұмыстарға, саудаға кіріп кетуменен қолдан шығар болған. Қажеге осы жерде бір сұрақ қойып жіберсем, рұқсат болса. Мынау әлеуметтік желіде марқұм Абдсаттар Сманов ұстазымыздың бір видео уағызы жүр. Сол жерде осы Ерсін Әміре ұстаз туралы айтады. Ерсін Әміре ұстаз болуына ол кісінің атасының үлкен септігі бар дейді. Ол кісі ауылында қауын егеді екен дейді, көке. Сол қауынның піскенін осы Шымкент қаласында сол кезеңдегі орталық мешіт, тіпті қалада жалғыз мешіт болған мешітке алып келіп, сол мешіттің имамына сол алғашқы піскен қауынның дәмін татқызады екен. Сөйтіп батасын алады екен деген осындай бір жақсы әсерлі уағыз жүр. Осы туралы айтып берсеңіз, көке. Әкеміз диқаншылыққа құмар кісі еді. Сол қауындар біздер алғашқы пісіп атқан уақытында соларды теріп қапқа салып, ол кезде жеңіл машиналар жоқ. Оны жаңағыдегі ешек арбаменен жолдың жағасына, асфальттың бойына алып шығамыз. Автобустар 2 сағатта бір автобус өтеді, ол да кейде тоқтамай кетеді. Сонымен сол жолдың бойында тұрып, оны қапты, кейбір автобустар салдырады, кейбіреулер салдырмайды. Сондай бір қиыншылықтарменен әкеміз осы қалаға алып келіп, бір Қошқарата деп аталды, қазір Дәуітұлы Шыңғысбай Қажы мешітіне сол жерге әкеліп, имамына, сол жердегі қарияларға жегізіп, солардың батасын алып, содан кейін барып біздерге рұқсат береді. Ал енді алып жей беріңдер деп. Осы марқұм Абдсаттар Сманов ұстаз сол уағызында Ерсін Әміренің осындай ғалым болғандығына сол атасының мешіт имамдары мен ұстаздарын алған батасы себеп болған екен деп айтады. Өте орынды. Осы мәселе өз ауылыңыздан естісек. Өте орынды. Ол ақиқат нәрсе. Сондай жақсылардың, мысалы Шүкірлі Дамұланы ауылға бірінші мәрте ертіп барғанын жақсы білемін. Шүкірлі Дамұла сол кезде мешіттің бас имамы болды. Мешіттің бас имамы. Ағамыз Әлейдердің оқуға негізгі түсуіне де Шүкірлі Дамұланың септіктері тиген. Өйткені атамызбен жақсы таныс болды, аралас болды. Атамыз дін адамы, оқыған адамын десе, енді ес-түссіз сыйлайтын, құрметтейтін, жаңағыдегі жан әлі қалмастан жаңағыдегі дін ілімі бар алымдарға деген құрметі, іззеті, қызметі орасан зор еді ол кісінің. Алла разы болсын. Енді сол көптің дұғасы бар, әкеміздің өзінің дұғасы бар. Менің дұғам бар деп қойсаңыз. Ат қойғанда да осы Ерсіннің атын әкем қойды. Атасы қойған екен. Ерсін. Пайғамбар соңынан Ерсін.
көрдіңіз ба? пайғамбар Содан кейін бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде сол бисмилладағы әріптер есімде көбірек келу керек деп айтады. Сол Ершін деп қойған сол атасы менің әкем. Ершін ұстаз атаңыз болған екен есіміңізді. Енді естіп отырмыз онда, иә. Машалла. Жақсы. Атына заты сай болып, Иә. ер азамат болып, халықтың ұстазы болып жүр. Алла разы болсын, өмірі ұзақ болсын. Көке, өзіңіздің аузыңыздан бір әңгіме естіп едім. Әкеңіз ауылда өрістен келе жатқанда ма, ауылдың бір ақсақалы өсіп тұрған жүгерінің ішіне кіріп, Ол былай ғой, менің әкемнің тақуалығы сондай, әйелге қарамайтын еді. Машалла. Әйел келсе, басын төмен салып алып, сөзін тыңдап, иә, мақұл деп бүйтіп, кеткесін басын көтереді. Сонда Тілеумұрат деген көкеміз, Алла рахмет етсін ол кісіні. әкесінің аты Сәкен. Әкем Сәкен айтатын дейді. Ай, осы Төлжан әулие ғой, Төлжан әулие ғой. Төлжан ата сіздің әкеңіз? Менің әкемнің аты Төлжан. Төлжан әулие ғой. Неге де сұрасам, бір әйелге басын көтеріп қарамайды. Сондай өзін өзі қатты ұстаған адам деп мақтай беретін еді дейді әкем. Сол бір күн тоғайда жүгер суарып жүрсем, сіздің әкеңіз Төлжан ешекпен келе жатыр екен дейді. Құдайдың құдіреті дейді тоғайда. Қарама-қарсы ана жақтан бір әйел келіншек шықты дейді. Тоғай айдала ешкім жоқ дейді. Ешкім жоқ. Мен мақтаған Төлжанды көрейінші дедім да, енді жол жақын дейді. Тығылып жолдың жағасын шөптен тығылып қарап отырдым дейді. Сонда ана әйел көрінгенде әкеңіз, ешектің үстінде келе жатқан әкеңіз беті басын төмен салып алды дейді. Машалла. Анау әйел амандасып еді, басын изеп амандасты да, сол әйел өтіп кеткесін басын көтерді. Әкеңізді мойындадым деді ғой. Машалла. Әкеңізді мойындадым, тән алдым деп сол Тілеумұрат көкем ағам бірнеше мәрте қоймай айтады. Машалла. Осындай тақуа атадан Өте Ерсін тақуа әміредей ғалым, Иә, қари жігіт шықты. Сол кісінің тақуалығы насып болсын. Машалла. Аумин. Алла разы болсын. Ол кісі ана құмырсқалардың ұясына дән салып жүреді. 13 перзенті болып, соның 10-ы дүниеден өткен ғой. 10 дүниеден өткен. Сосын Құдайдан перзент сұрап, құмырсқалардың ұясына барып, дән шашып, Алладан сұраңдар, Алла бізге салық перзент берсін деп. Солай жәндегі. Сол дұға тілегі, сол ықыласына қарай. Анамыз да намазы қаза болмаған адам. Бірде анам айтады, енді әкем екеуі, бір баламыз нашарлап жатыр дейді. Ол кезде ел қамқор дейді, үйдің айналасындағы 4-5 қариялар дереу бәрі келіп, ауыртпалығымызды бірге көтеріп отыр дейді. Дереу қазанға ет салынған. Намаз шамның уақыты жақындап қалғанда, болып қалған уақытында анам айтады, құшақтап отырған балам қолымда үзілді дейді, дүниеден өтті дейді. Сонда енді намазға дайындалып жатыр дейді. Мына бала дүниеден өтсем, абыр-сабыр болып қалайын деп жатыр дейді. Ойлары бөлінбей намазын оқып алсын дедім да, баламды былай жатқызып, сәл бетін тазалап, дереу олар шам оқып жатқанда мен қамыр илеп, еттің қамырын салып, шам оқып болғаннан кейін, жаңағыдай тамақты етті жегізіп, болғаннан кейін барып қариялар, бала қалай деп сұрады дейді. Бала бағана сіздер намаздың алдында, намаз шам алдында дүниеден өтіп кетті деп айттым дейді. Жылап айтады ғой енді. Сонда қариялар жылап батасын берген еді дейді. Сіздер намазын көңіл бөлінбей оқып алсын, тамағын жеп алсын деп, анам сонша уақыт сабыр қылып тұрған ғой. Енді сабыр егесі, Салихал аналардан болған. Құдайын таныған. Алла рахмына бөлесін. Көке, Әлайдар Қажы Әміре ағаңызды еске алып қалдыңыз. Енді біздің көрерменге де қызық. Ол кісі сізден үлкен ағаңыз беді? Қайда оқыды, қай жерлерде қызмет қылды? Әлайдар ағам, біз анамыз жылап Алладан дұға қылып, түсінде
бір қария кіріп, баламай жылай бердің ғой Алладан сұрап деп, ақ марлыға оралған 3 піскен жамбас әкеп берді дейді. Сонда 38 жылы әкпеміз Бекбатша тұрмысқа шыққан. Бір қыз ғой енді. Басқа перзент жоқ, бәрі қайтыс болып кеткен, оның бәрі. Сонда қызымды барғасын бала шетінеп қалып еді. Бір жамбасты, піскен жамбасты қызыма жорудым да, екеуін өзіме жорудым дейді. Содан дүниеге Әлейдер Бегайдар келді. Ағам Әлейдер әміре атама тартқан, сұлу көрікті, бойша, жаны жайсаң, көркем мінез болғанда, енді көркем мінез, жомарттығы өз алдына, енді өте ел халық жақсы көретін, қолындағысын аямай таратып отыратын, сондай жігіт болып өсті. Әкеміз жастайынан құжыраларға оқытты, сөйлеп жүріп. Содан ағамыз Бұхараға Мерараб медресесін бітірді. Одан кейінгі Ташкендегі Ислам институтын бітіріп, сол 80-ші жылдары осы Абай, келесінің Абайына имам болып, ең ұзақ істеген сол менің ағам сол Абайда. О кезде діни басқарма Ташкенде болатын, муфтият. Сол діни басқарманың бір мүшесі болды. Совет үкіметінің уақытында 83-ші жылы ма, 84-ші жылы ма, ол кісі үлкен қажылыққа барды. Ел халық білген жоқ, сонша ол кісінің ұстамдылығы. Мен 97-ші жылы қажылыққа кетіп жатқанда, елменен қоштасып жатқанда, ортадан тұрып сөйлеп жатыр адамдар. Қараспан совхозының бір қариялары. 1910 жылы пәленше деген кісі қажылыққа барғасын, қажылық тоқтаған. Содан кейін мінекей Бегайдар, сіз жалғастырып жатсыз деп. Сонда ағам отырды үндемеді. Ол кісі 80-ші жылы үлкен қажылық атқарған. Жария қылмады десеңші. Жария қылмайтын, сондай ұстамды, сондай бір сабырлы, жаны жайсаң, енді бойына бүкіл жақсылықты жинаған бір асыл адам еді. Ол кісі Бұхарада Мир Араб медресесін бітірген. Бітірді, Ташкендегі одан жоғарғы ислам институтында бітірді. Ол медресені бітірген марқұм Ратбек қажы. Ратбек қажы, Абдулла Жолдас, және Абдулла Жолдас. Құттықожа Дамұла. Құттықожа Дамұла да. Солар, Құттықожа Дамұла бәрі бір кезеңдерде оқыған. Әлейдар көкеміз наиб муфтиде болған ба? Ол кісі, осы Абайдан кейін Ратбек қажы қасына алып кетіп, наиб муфти болды. Алматы облысының бас имамы болды. Одан кейін барып Жамбыл облысына өкіл болып келді. Одан кейін осы оңтүстік Қазақстанға 2000 жылы өкіл имам болып келді. Қай жылы дүниеден өтті көке? 2007 жылы 53 жасында жұма күні ол кісі Таразға ауысқан еді. Таразға барып мешітте уағызда бөлім туралы, ақирет туралы айтты дейді. Аллаху акбар. Сол жұмадан кейін үйіне келеді да, мазам қашып жатыр деп, сол қас пен көздің арасында дүниеден өтіп кеткен. Жақсы адамның өлімі де жақсы болады дейді ғой көке. Алла рахымына бөлесін. Енді ол кісі дүниеден өткенде сонша жақсы көргеніміз, ойлағанымыз енді өмірде енді күлмейтін шығармыз. Тамақ ішпейтін шығармыз, ұйықтамайтын шығармыз. Деге соншаны қайғының ауыр келгені. Бірақ тірі адам тіршілігін жасайды екен, күледі екенсің. Құрметті Нұралы қажеке, енді сөз кезегін сізге берейік. Бегайдар көкем Ерсін қари ұстазымыздың балалық шағынан бастап біраз естеліктерін айтты. Сіз енді Шоқан қаридің балалық шағындағы естеліктерді айтып өтсеңіз. Бізде қазір Бегайдар ағаның отбасын, әулетін естіп тыңдап отырып өте сонда бір қызығып отырмын, өзім қызғанып та отырмын. Өйткені біздің әулетте бұл дін саласы жағынан ешбір медреседе оқыған ондай адам жоқ бізде. Енді атамыз, әжеміз 5 уақыт намазын үзген жоқ, оразасын қаза қалған адамдар емес. Әкем де Алла рахмет алсын, анам да сол намаз оқып өткен кісілерде. Анам сол жай намаздың үстінде жан тапсырды.
Әкемде де сондай болды. Ең соңғы намазы сол памяттық намаз болды. Бірақ медреседе оқу жайлы біз ол ойламаппыз. Оны ойға салған, Алла рахмет алсын, Абдығаппар ұстазымыз. Біздің мешітке жылда сол Өзбекстаннан жас қари балдар шақыратын ек. Рамазан айында хатым қылуға. Олар енді хатымын аяқтап жатқан кезінде, мынау қазіргі Али студиясы бар ғой, сол Оразбек деген бауырымыз, мен жолдасым, әрі бізге көршім, өзіме, ол темір жолдың ар бетінде тұрады, мен бер бетіндемін. Екеуміз бір мешітте жамағатпыз. Оразбекке айттым, Ореке, Абдығаппар ұстаз шақырайық, бүгін енді хатымның соңғы күні бізге уағыз айтып берсін дедік. Ойымызда ештеңе жоқ. Екеуміз қатар отырмыз, бірақ хатым бітті. Абдығаппар ұстазға сөз берілді. Сөйтіп, Алла рахметін алсын, ол кісі. Біздің қазақтан деді, ұры да шығады, бандит те шығады, боксер де шығады деді. Не бір сондай бір адамдар шығады. Бірақ деді, мына екі жас қари балдарды қарамайсыздар ма деді. Бұл балдардың ата-аналарына Алла разы болсын, жүректерін жарсын, кішкене кезден медресеге барып тастап кеткен деді. Кәні біздің арамызда сондай адамдар бар ма деді. Сөйтем, анау тура төбемізден бір кувалдымен ұрғандай болды, жеке өз басыма. Сөйтіп, ана Оразбек бауырының тізесін қысып алсам, ол да ерінді тістеп отыр екен, астын керден, басын шайқап отыр. Содан шықтық тағына, Оразбек екеуміз бір бақытты кетеміз үйге қарай. Сол Оразбектің үйінің қасына тұрып, есінің алдында. Ореке дедім, әке болып дедім, екеуміздің баламыз да түйде құрдас. Оның Айдос деген баласы бар, қазір қари, ол да Алматы найып имам осы деп жатыр. Қол алыстықтағын сөйте уәделестік. Ореке дедім, біздің әйелдеріміз намаз оқу керек екен дедім. Бізді түсінбегенбіз оны. Бір адам оқыса болды деп жүргенбіз, негізі әңгімені ашыға. Балдарымыз біреу оқыса болды деп жүрміз ғой біздер. Бұл болмай деген. Иә. Барлығы оқу керек. Сосын балдарымызды қарлыққа берейік дедім. Болды деп сөйде екеуміз ант іштік. Дәл сөйде. Аллахқа ант береміз, береміз балдарымыз деді. Енді сондай Абдығаппар ұстаз бізге мотивация берді ана жерде. Алла рахмет алсын. Бірақ Орекең, Алла разы болсын, ол менен гөрі сәл жылдам ойланатын адам болып шықты. Ол менен бұрын баласын Сарыағаш медресесіне берді. Бұрын қарасақ, мешітке келмейді баласы. Әрдайым балдарымызды апарып жүреміз. Ол баласы жоқ. Кейін бір күн сұрадым мен, Ореке, балаңыз қайдасың? Күледі, баламды медресеге қарлыққа беріп қойдым деді. Субханалла, Ореке, екеуміз келістік. Енді идея тастаған мен едім ғой деп тұрмын да, ол кісіге ренжіп. Не айтпайсың маған, мен де беретін едім ғой. Бір жыл өтіп кететін болды деп. Коммунизмдегі медресе, соның адресін алдым, соған баламды апарып тапсырдым. Сөйтсем, ол тапсырғанда былай болды. Ол мен августте бардым, сөйтсем май айында өтіп кеткен екен экзамен. Халиулла ұстаз, Алла разы болсын ол кісіге. Ол кісі біраз ұрысып алды, телефон бар емес, басқа бар емес па, келіп хабарласпайсыңдар ма, экзамен өтіп кетті ғой деп. Енді жыл келді. Ендігі жыл күтетін болдық. Бір жыл тағы күттік. Біз сол бір жылға дейін өзіміз әбден дайындадық. Енді қарасаңызшы, сол сөйтіп жүрген кезімізде бізде де бір ойымыз бұзылды дағына. Енді Шоқан баламыз мектепте өте жақсы оқитын. Дарынға түсіретін болдық біз. 7-ші класста дарынға түсті. Экзамен тапсырып. Баяғы уәде қайда? Ол қалды пока, тұр ол. Қариялыққа беремін деген ол есіне шықты уже. Арада уақыт өтіп кетті ғой. Енді соған дарынға түсіп кетті дағына. Қарасаңызшы, 3 айдан кейін мемлекет тарапынан ақша бөлінбей қойды оларға. 7-ші класста. Сөйтіп тағын директор шақырып алды бізді. 7-ші класс оқушыларына мемлекеттен ақша бөлінбей қалды. Енді жыл 8-ші класста дарынға келіңіздер, ешқандай емтихансыз балдарыңыз оқи береді деді. Жарайды, баяғы мектебін апарып оқыдық дағына, бірақ сол арада тағы бір мотивация кетті бізде. Қарасаңызшы. Сөйтіп тағын әйелім екеуміз келістік, болды. Осы жол медресеге апарып береміз деді болса. Сол келесі жылғы экзаменге әкелдік. Енді тура экзаменге әкелген кезде Халиулла тақсырдың өзі қабыл алды. Мұғалім сәнін аштырды дағына, кәні оқып берші деді. Әлі есімде Уәшшамси сүресі. Уәшшамси сүресін оқып жатқан кезінде мен уф дедім, Құдайға шүкір. Сол жасына келгенде енді Халиулла ұстазда көргендігі бар ғой кісінің де, көпті көргендігі бар. Тоқта деді, тоқтатты. Мен енді қорқып кеттім, жүрегім деген аузым тығылып тұр. Қазір қабылдамай қалса кетемін деген бір тағы үрей тұр. Сен бала деді, мектеп жақсы оқисың ғой деді. Иә, 5 мен оқимын деп еді. Сен бала түстің деді. Ана жерде енді құтты бар университетке түскендей қуанып, бәріміз сөйтіп шықтық.
сөйтсек 20 августта әкеліп тастайсыңдар деді медресеге. Сонымен жарайды, ауылға бардық, кеттік, июль өтті. Сонымен августтың басы болды, аяғы келіп жатыр. Енді 20 август жақындағанда нәпсі шіркін шырылдайды ғой. Бұл 20 августта ертең шақырып алып не қылады, бұл 1 сентябрьде барса болды емес па деген сияқты. Бірақ енді тәртіп қой, тәртіп. Сол 20 августқа апардық, жұма күні еді. Енді ана жерде қарасам 70-тен астам бала оқиды екен. Бір ойыма ой келіп отыр енді. Менің балам бөрді бір ұрып тастайды ау, балам оқи алмай ма екен, әркімнен тәжіп қала ма екен деген сияқты. Шайтан жақсылап азғырыпты да сізді. Қатты енді азғырып жатыр. Сонымен не керек, баламызды документімен тапсырдық, әкелген киім кешектермен тапсырдық медресеге. Сонымен мәшинеге отырдым, рөлге. Әйелім арқамда. Бұл жерде енді әйелімнің бір жақсылығын айтайын деп тұрмын, анасын. Сөйтсем, бір жылаған бір дауыс шықты маған өзіме. Мырс деді. Бүйтіп қарасам, шоған балам жылап тұр екен. Ебіл-дебіл болып тұр, бірақ оны білдірмей тұр енді. Сосын анасы бетінен сүйіп шаршап отыр екен. Сосын тұрдым дағына, балам дедім, сол жерде қарасаңшы, маған бір лағнет шайтан ой тастады да. Бейіл болмаса енді жылай келесінші деп. Мен қарлық дегенді мүлдем жеңіл ойлаған ғой енді. Сосын балам дедім, сені бүйтіп жылап тастап кетпеймін бұл жерде дедім. Мен алып кетемін, қайтамыз дедім, жоқ қайтамыз дедім. Сөйтем, жоқ әке деді, әрбір іс басталғанда өстіп басталмайтын ма еді деді. Субханаллах дедім де, рөлді ұстап бүйтіп басын қойып қалдым. Қарасам, балам есік жауып, басы салбыратып кетіп бара екен мешітке қарай. Сонымен мен машина оталдырымда кетіп барасам, әйелім айтады, Нұреке қайда барасыз? Алып кетемін деген әйелім айтты. Нұреке деді, бұл медресені біз неше жыл іздедік, зорға таптық емес пе деді. Енді бұл бала қайтпайды, үш жерде оқиды бұл бала деді. Анасының айтқан сөзі ғой енді, ана шоқанның сөзінен кейін да. Сосын енді екеуі де маған бір мотивация болып тұр. Машина оталдырып кетіп барасам, әйелім айтты, Нұреке деді, қайқа барасыз деді, жұма емес пе деді. Жұма есінен шығып кеткен. Сол ана жерден бұрылып қайтып келдім. Енді ана мешітке кірсем, ұстаз уағыз айтып тұр екен, бір уағыз құлағыма кірсейші енді. Шалтақтай берем, балам қайда екен, шалтақтай берем, балам нақ кірмейді деп. Бір уақытта қарасам, сол үштеде ма, екіде ма оқитын кездер енді. Қарасам, балам кіре салып, есіктің оң жағына отыра салды. Мен шақырдым, бері кел деп. Бірінші қатарда отырмын мен. Сол бірінші қатарға жүгіріп келді, қасыма отырды. Сосын жұма біткеннен кейін баламен қайырласып, енді іш деген алай-дүлей. Ауылға барғанша сөйлесу жоқ. Сонымен ішімдегі дертімізді кімге айтамын? Жамағатқа барсам, жамағат қасақана бәрі асаға кетіп қалған. Енді бір-екі темір жол вокзалының қасында болған екен, танымайтын жолаушылар. Солармен намаз оқып қайттым. 3 күн, 3 түн былайша айтқанда күндіз күлкі, түнде ұйқы болмады бізге. Өйткені баланы үйтіп тастап кету біздің әулетте жоқ нәрсе еді. Енді түнде тұрып, тахаджудта сол дұға қылдық, көз жасқа ерік бердік ол кезде. Бірақ Аллах Тағала сонда шебер, ол зат, Аллахқа аманатқа тапсырдық. Сол Аллахыма өзіңе аманат қылып тапсырдым. Еті де сүйегің де Аллахым, мен сол ұстаздарға тапсырдым мен. Осы баламды қари қылып берсең, Раббым, мен сағындым деген сөзді айтпаймын мен. Бүтіндей сенің жолыңа тапсырамын деп уәде бердім. Енді Алла Тағалаға сансыз мақтаулар болсын, әйтеуір уәдемнен шығатым деген ойдамын, Құдай қаласа. Әлде де уәдеде тұрғызуға нәсіп болған болсын. Сол 3-ші түннен кейін жүрекке бір тыныштық орнады. Оллахи, жүрегімде бір тыныштық орнады. Сол тыныштық кешегі Ливандағы 6 жыл оқып келгендегі сол үйге келгенге дейін сол осы қазіргі күнге дейін сол тыныштық. Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Осындай бір мен бегілер аға айтқандай бір ғана сөзбен айтып жетсе болса, ой енді ол оңай нәрсе. Бірақ бұның арасында қанша нәрселер өтті. Құдайға шүкір, сол грантпен Нұрбараққа түсті. Нұрбаракты бітірді 4 жыл оқып. Одан Еркін ұстаз, Ерсін ұстаздар, сол кісілермен ақылдасып әйтеуір балаңызды Ливанға оқытсаңыз қалай болады деп. Мен енді ұстаздарға айттым, балама да айттым, балам, сен егер оқимын дейтін болсаң, мен тау қопаруға дайынмын, жер жыртуға дайынмын, бірақ мен сен оқытамын. Сөйтсем, Еркінбек ұстаз, машалла, Шоқан, сен не деген бақта баласың, әкең сені оқытамын деп жатыр деп, сол кезде бір разылығын айтып, содан енді Ливанға жібердік оқуға, әйтеуір. Мен Аллахтың қалауымен, Аллахқа сансыз мақтау болсын, сол Ливанды бітіріп, тамамдап,
оң қырағат иесі болып Ай, осы елге оралды ағай. алла разы болсын қажеке, жүрегі жарты естеліктеріңізді айтып отырсыз. Шоқан Қарекеңнің мінезі кімге тартқан? Көркем мінезді. Мінезі, алла рахмет алсын, менің әкемнің құтты өз мінезі. Әкем, алла разы болсын, алла рахмет алсын, ол сондай бір көркем мінез иесі еді. Осы күнге дейін жақсы әке балаға 40 жыл азық дей ма? Осы күнге дейін бір той жиындарда, құдай тамақтарда отырған кезде бір-екі адамдармен сөйлесіп қалсам, қазір енді ол адамдар 70-ге 80-ге келген адамдар ғой. Кімнің баласың дегенде, мен Уәлидің баласымын десем, ай, Уәли ағайдың баласысың ба, қара шаңырақтағысың ба сен? Бәрекелді, Уәли ағай қандай адам еді деп, осы күнге дейін жақсылығын айтады, мінезін айтады. Сол менің анамды да сөйтіп тілге тиек еткім келіп отыр. Бір ашу дегенді білмейтін адам еді. Ашу дегенді білмейтін, сонда көркем мінез, адамдармен мәмілесі өте керемет адам еді. Сол тақуалығы өте керемет еді ол кісінің. 80 жасқа келген шағында өте аптап ыстық болды. Ораза Рамазан айы басталған. Мен анам айттым, анашым, сіз сондай үлкен жастасыз, сізге қазір ораза ұстамасаңыз да болады, ол фидиясын берсек болды. Жарайма анашым десем, жарайды деді тағын. Мен 2 күн өткеннен кейін жұмыстан келсем, түскі уақытта ғой, немерелерім тамақ ішіп отыр, анам болса отыр. Анашым не болды, тамақ ішпейсіз десем, қош, Аллахтан ұялып отырмын дейді. Жұрттың бәрі ораза, мен қалай аузым ашып болады дейді. Анашым оразасын бастап жіберді сол жерде. 15 декабрь күні 18 жылы өмірден өтті. Алла рахмет етсін. Енді сол анамның мен ерекшелігін бұлына не үшін айтып отырмын, бір ерекшелігін айтып кетейін деген едім. Бір 15 күн 20 күн өткеннен кейін шамасында түнгі 3-терде анамның бөлмесіне бір керемет хош иіс шығатын болды. Ол хош иіс памдат намазының уақыты біткенге дейін жалғасады. Памдат намазы уақыт бітеді, ол иіс жоқ болады. Сосын бір күн әйелімнен сұрадым, сен осы Хадиша хош иіс сезіп жатсың ба? Иә, сеземін деді. Бөлмесінің есігін жауып қойдым болды кейін. Ол жоғалып кетпесінші деп та. Үйсек ана есіктің астынан шаңылауменен коридорға шығып жататын. Именно түнгі 3-терде басталады сол иіс. Енді ол иісті, ол осы күнге дейін ешбір жерде мен ол ондай иіс сезген емеспін. Сол иіс 1,5 ай шамасында ма, 2 ай шамасында ма болды дағана, сол иіс жоқ, сол әлі күнге дейін сол иіске сағынып қазір. Алла рахмет етсін қажеке анаңызды. Енді қаридан әкесіне, анасына, одан апасы мен атасына өттік. Жақсыдан жақсы туар, жайсаңдаған дейді қазақта. Енді Қарекеңнің, Шоқан қаридың осындай оң қырағат меңгеріп Шоқан қари болып отқанында, ол да атасы мен апасының, әкесі мен анасының ол тәрбие үлесі бар деп білеміз. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз қажеке, Шоқан қариды медресеге апарып тастағанда жүрегімді жұлып бергендей болдым деп. Мына Құран кәрімде Мариям анамыздың анасының дұғасы айтылады. Я Раббым, маған бір перзент берсең, оны сенің жолыңда атайым деп. Бірақ ұл емес, Алла тағала қыз перзент беріп, Мариям деген қыз дүниеге келеді. Сол Мариямды, анамызды кішкентайында мешітке қызметші қылып атаған екен. Әрбір қариды, әрбір медресеге шәкіртті бергенде ата-ана сол Мариям анамыздың анасындай жүрегінен жұлып береді деп есептейміз. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мына бір хадисін айтып кету жөн деп ойлаймыз. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадисінде Құранды үйреніп, оны оқып, оған амал еткен адамның ата-анасына жәннатта нұрдан тәж кигізіледі дейді. Ол тәждің жарығы күннен де жарық болады дейді. Осы хадисті оқығанда мынандай бір ой келеді қажеке. Құранды жаттайтын бала, Құранды жаттайтын қыз, перзент, ата-анасына не үшін кигізіледі деп. Бәлкім осындай сіз секілді жүректен жұлып, Алла жолында атап, өмірінің соңына дейін сол балаға дұғада болған ата-анасына бәлкім Алла тағала
нұрдан тәж кигізетін шығар. Алла тағала лайым қарилардың ата анасына жәннатта нұрдан тәж кигізсін. Амин. Бекайдар қажеке, Ерсін ұстаздың анасын бір тілге тиек етіп қалдыңыз. Ерсін ұстаздың анасының қандай тақуалық ерекшеліктер бар еді? Енді ол үлкен бір хикая дейміз ба, тарих дейміз ба. Ол кісі бір әулие әйел болды. Енді ата-анамызды бәрін мақтап келе жатырмыз ғой. Енді оған ел куә. Анасының да хақы бар дейсіз ғой мақтауға. Жоқ, ол әрине анасының хақы бар. Бір менің атымды атаған емес, мынауыңыз дұрыс емес деп қарсы пікір айтпастан, қолын көкірегіне ойып қызметте тұрған, менің ата-анамның ақ батасын алған, үлкен ризашылығын алған, сондай адал жар бола білді, сондай жақсы келін бола білді, балдарға сондай жақсы ана бола білді, әкеден лидер жасады, әкелерің келе жатыр. Әкелерің, әкелерің, әкелерің деп, ол кісі дайыма балдарға солай тәрбие беріп отырды. Мен шөп орсам бірге шөп орды, қыш құйсам бірге қыш құйып, бірақ қой десем де болмай, жайын көмегімде болып. Енді бір жүзбен айтқанда, бір жан дүниесі таза, кішіпейіл, адал жар бола білді. Мінекей сондай жақсы әйелден, жақсы анадан осы балдар дүниеге келді. Және оның бір ерекшелігі, әйелімнің аты Күлім қыз еді, Күлшар деп кеткен, солай аталып кеткен, негізгі аты Күлім қыз. Зиқыны өте өткір еді. Бір телефон сұрасаңыз, жатқа айтып бере салатын. Ерсін ұстаздың жаттау қабілеті анасына да? Сол анасының да зиқыны өткір болып, содан өтті деп ойлаймын. Қандай бір бүгін анау ініңіздің, бауырыңыздың туған күні, болмаса қандай нәрсе болсын еске салып отыратын, өте зиқыны өткір еді. Және мен Бұхараға оқуға кеткенде, менің ата-анамды ол кезде үш бала шағамды бәрін өзі міндетіне алып, соларды бағып, қағып, өзі 5 уақыт намазын оқып, сондай тақуа болып, күйеудің ризашылығын тапқан адам Алланың ризашылығын табады дейді ғой. Өзім 1000-нан 1 разы болдым. 47 жасында дүниеден өтіп кетті. Алла рахмет етсін. Алла рахмет етсін. Сондай асылзада ана болды. Алла ақыретін жаннаттан қылсын. Аллаға шүкір, енді артынан дұға қылатын балдары, қыздары бар. 3 бала, 3 қыз туып, соларды жақсы тәрбиелеп, дүниеден өтіп кетті. 5 уақыт намазда дұғадамыз, Алладан рахмат тілеп. Әмин. Алла рахымын алсын. Сондықтан да ол енді өлді деуге болмайды дейді ғой енді. Алла тағала сондай артында бекейін жәннат болсын. Артында Ерсіндей ғұлама, қари, Абдул-Азиз қари бар. Абдул-Азиз қари кенже ұлымыз. Енді әр баланың өз ерекшелігі бар ғой, әр қыздың, әр перзенттің. Енді анасына бәрі де өте жақын болды. Ең жақыны ортаншы балам Дәурен. Анасына жақын болды. Анасына жақын болды. Анасы 1 ай шамасында ауруханада жатқанда, біз түнгі сағат 12-1-лерде шаршап үйге қайтамыз. Сыртта жүресін айналып, терезенің тұсында барасың. Біз үйге қайтқан уақытында және Дәурен қайтпайтын. Алла рахымына бөлесін, Құдай қаласа. Абдул-Азиз қари, Ерсін әміренің кішінісі, толық Құран жаттаған, таравих намазға хатым өтіп жүрген. Енді Ерсін ұстазымыз ғалымдығы бар, қарлығы бар. Отбасындағы бауырларына, әкесіне, анасына бас көз болып, халыққа осындай білімін, халыққа осындай қарлығын бөліп жүрген ұстазымыз. Нұралы Қажеке, Шоқан Қарекең бір сөзінде менің осылай қари болуыма
әкемнің үйге шақырған қонақтарының батасы себеп деп ойлаймын деп еді. Иә, иә. Біздің мешітке сол айтып өтіп кеттім ғой басында, жоғарыда. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан да келетін қарылар Рамазан айында хатым қылуға. Енді оларды мен үйге алып барып, үйде сол қонақ қылып, олар енді бала екен демей, солардың қарылардың батасын алуға тырысатын едім. Осы қарыларды үйге апарып, сол бір ай болса үйде, біздің үйде дайындалып хатымға. Үйдегі сол киімдерін үйдегі әйелім жуып беретін, тамағын істеп беретін, сол моншаға түсіретін. Я, сол қандай да бар білім талап иелері болған болса, имамдар қонаққа келген болса, баршасында сол үйге әкеліп, сол кісілердің батасын алушы едім. Сол кісілерді айтушы еді дұғасында, сол балаңыз қари болсын деп. Бәлкім сол кісілердің де дұғасы себеп болған шығар. Шоқан қари туралы бір-екі ауыз сөз. Менің Абдуләзиз баламның жолдасы ғой, жан жолдасы екеуі. Кішкентай кенжетайыңыз. Сол бір кездерде оқып жатқан жерлерінен бір оқуларды тоқтап, біздің үйге келіп оқыды. Сол 3-4 бала. Сонда жаңа қалған балдар алысып, жұлысып кейде Құран оқып отырып шаршайды. Әрі-бері ойнаған уақытында Шоқан бір шетке шығып Құран оқып отырушы еді. Сонда осы бала Құда қаласа болады деп батамды беріп, сол бір зор үміт азуыр жем. Ана балдар қандай бір бала болып, әрі-бері жүгіріп, алысып отқанда, ол бір шетке шығып Құран оқып отырушы еді. Алла менен көп сөйлесті, Алланың кәләміне ақыры көп жақындады. Алла тағала мінекей сондай үлкен ілімді беріп қойды. Ол енді бүкіл қазақ елінің мақтанышы. Аллаға шүкір. Шоқан оқыған медресе бір себептермен қайта жабылып қалды ғой. Сол жабылғаннан кейін Бегедер аға, Алла разы болсын бұл кісіге. Шоқанның атасы, қазір Шоқанның атасы деп аталады бұл кісі. Ол не үшін атасы деп аталғанды қазір айтып кетейін деп едім да. Сол Шоқанның бала кезінде сол үйіне алып кетіп, енді мынау ат бапкері ол құлын кезінен таниды ғой, мысалы, ол құлын қандай болады. Мен бұл Бегедер ағаның көрегендігін айтайын деп едім бұл жерде. Сонша баланың ішінен іріктеп алып, Шоқанды алып, тағы бір жігіт бар. Абдуләзиз үшеуін, енді Абдуләзиз енді өз үйінде ғой енді. Сол екі баланы алып үйінде жатқызып оқытқан өзі. Машалла. Иә. Содан осы кісінің үйінде біраз 9 айдай, иә, бір жылға жуық тұрды ғой. Иә. Мен бұл кісіден өзді танымаймын Бегедер ағаны. Мен енді танысайын деп, полный машинеме продуктымен толтырып алып, барсам аға жоқ екен енді. Енді мен енді жаным ашып жүр ғой, енді ұят болды, үйінде жатқызып оқытып жатыр қаншадан бері. Я ештеңе бермейміз деп, ішіп жем бар ол баланың ол үйде деп. Сөйтіп апардым, сөйтсем аға жоқ екен, тастап кеттім, кетіп барсам жолда маған звондайды ағам. Інім-ау, ол не қылғаның сенің? Екінші олай қылма, мен Аллахтан сауап үміт етіп, өзімнің қалтамда қаражатқа осыларға бір тамақ әперіп, осыларға бір киім кешек әперіп, сөйтіп оқытсам деген, ертең қияметте сауабын көрсемеген деген ниетпен үйге жатқызып отырмын мен деп маған айтып, мен сол ұялтып қойғаны бар. Жақсы. Иә, сол барба кейін мен ештеңе берген жоқпын. Сол мен Шоқанның атасы болып, альхамдулилля, былтыр құдалық болды. Құдалыққа барып, бас құда болып барды біз жақтан. Ерсін ұстаз ол жақтан күтіп алды бізді. Әке баланы үй жаққа бөлдік сөйтіп. Жақсы. Жастар бақытты болсын. Иә, амин. Қажеке енді біздің подкастымызда өз мәресіне жақындап келе жатыр. Ерсін ұстаз қашанда әкесі Бегайдар көкеге телефон шалғанда «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух» деп сәлем береді. Көке солай үйретіп қойғасыз ба, жоқ әлде өзінің құрметі ма? Енді ол да дін адамы ғой енді. Айтайын дегенім, әке мен бала егер шариғатты жақсы білсе, арасындағы мәміле ол шариғаттың мәмілесі болады екен. Ерсін ұстаздың әкесі Бегайдар Қажеке көкемізбен де
өзінің әзілдесетін орындары бар. Мен бүгінгі түсірілімді пайдаланып отырып, сол бір-екі әзіліне куә болып едім, соны айта кетсем. Рұқсат па, көке? Енді экранға сыйымды болса, көресіз да. Ерсін ұстаз айтады, Алматыда қызмет қылып жүріп мешітте, әкеммен хабарласқаныма бірнеше уақыт өтіп кетті дейді. Бір күні әкем телефон шалды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Балам, қалайсың деп. Әке, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Сонда әкемнің айтқан бір ауыз сөзі дейді. Балам, адам атаның ата-анасы болмаған, бірақ әйел бала шағасы болған. Соның не үшін екенін мен енді түсініп тұрмын деген екен. Сонда әкеме көп хабарласпай, әкеңді іздемей қойдың ғой балам деген астарлы сөзін сол кезде түсіндім дейді. Бұл да бір әке мен баланың арасындағы астарлы бір әзілдер, әрі бір тәрбиелі сөз деп білеміз. Балам, айыпты сенен емес, адам атадан іздеп жатырмын дедім ғой. Машалла. Иә. Сендердің ата-анадан біраз хабар алмай кетулерің, бұл сендердің айыптарыңыз емес екен. Өйткені адам атаның ата-анасы болмаған. Сондықтан да сол жолменен сендер бала-шағаның әурешілігінде кетіп қалмасыңдар деп әзілдеп. Құрметті Қажеке, ұлыңыз Ерсін Қаримен болған бір әңгімеге куә болып едім. Соны қағаз бетіне жазған бір естелігім бар еді. Рұқсат болса, соны оқып кетсем. Машалла. Бұл көрермендерге пайдалы болады деп ойлаймын. Бірнеше жыл бұрын Ерсін Әміре Қари мен әкесі Бегайдар имамның әдемі әңгімесіне куә болып едім. Бегайдар имам көкеміз, қарағым, халыққа біліміңді беріп жүрсің. Бізге де алған іліміңнен бөліссеңші, деп айтты. Сонда Ерсін Әміре Қари, әкешім, шамның жарығы өз түбіне түспейді ғой, деп жауап қайтарды. Сонда көреген дана әкесі Бегайдар Қажекең күлімсіреп, балам, онда сен электр шамы бол, жарығың барлық жерге жетсін, деп әзілдеді. Әкенің бір ауыз сөзі үлкен өсиет. Осылайша Бегайдар Қажекең мен Ерсін Қаридің осындай өнегелі де сабақ болатын әңгімелер көп бола берсін. Халыққа берілеріңіз мол болсын. Құрметті Қажекелер, қазіргі таңда перзенттерін қарлық медреселерге беріп, Құран жаттатып, ислам шариғат ілімдерін оқытып жатқан қаншама ата-аналар бар. Сол жас қариларға, сол медресе түлектеріне және олардың ата-аналарына қарылардың әкесі ретінде бір кеңестеріңізді айтып өтсеңіздер. Енді бұл әлемнің егесі бар, ұлы жаратушы егеміз. Ғасырлар бойы қазақ өлкесінде, жалпы жер бетінде не бір кемеңгер даналар өтсе, Алланың барлығымен бірлігін жырлап өткен. Сондықтан да бүкіл адамзатты ақ жолға бастайтын, арам мен адалды ажыратып, жақсы мен жаманды түсіндіретін, жалпы бұл ұлы таразы, бұл Құран. Біздер нәпсі жетегіне ереміз, өзіміздің сөйлеген сөзімізді өмірдің көңіл тарасына қойып жатамыз. Бұл енді ұлы таразы, бұл Құран, бұл шариғат. Сондықтан да мен ата-аналарға айтарым, қарилыққа оқып атқан сіздердің балдарыңыз ең ақиқат ақ жолда, ең ұлы жолда, ең бақытты жолда. Өйткені олар ертең тірі Құран болады. Кеудесіне Алланың кәламы бүкіл Құранды сыйдырып, оны оқып түсініп, мінекей соны басқаларға үйретеді.
Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сендердің ең жақсыларың Құранды үйреніп және үйреткендерің деді ғой. Сондықтан да бұл қари болу бұл Алланың берген шексіз бақыты, зор неғматы, шексіз дәрежесі. Өйткені ақыретте Құранды оқи бер, сен тоқтаған жерде жәннаттағы дәреже болады деді. Кімдегі 30 пара Құранды жаттап ақыретте оқыса, ол ең жоғарғы жәннаты Фирдаусқа көтеріліп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға көрші болу нәсіп болады деген үміттеміз. Сондықтан да сен балаңа Құранды үйретсең, Құран балаңа барлық жақсылықты үйретеді дейді. Сондықтан бұл шексіз қуаныш егесі. Енді ана балдарымыз бала болып ойнамастан, өзі егін көктемде егіледі ғой. Жазда егілмейді, күзде егілмейді, көктемде егіледі. Көктемде егілген егін жазда жетіліп пісіп, күзде соның жақсылығын көреді. Жастық шағын Алла жолына арнап, оқып отқан қари балдарымызға Алла қуат берсін. Амин. Алла жар болсын. Алла кеуделерін ілім нұрынан толтырып, сол үлкен халқымыздың батагөй қажы аталарынан болсын. Амин. Айтқаныңыз келсін. Көке. Мен сөзімді Хаким Лұқманның сөзінен бастағым келіп тұр. Хаким Лұқман өз баласына айтқан екен: балам, тамақ жесең, тек қана тамақтың дәмісін же. Егер жатып демалатын болсаң, төсектің ең мамығына жат деген екен. Сонда баласы: әкешім, бұны астарламай маған турасын айтсаңыз, күндіге мен қайықтан дәм тамақ табам, ал күндіге мен мамық төсек қайдан табам, жатып демалу үшін деген екен. Сонда Хаким Лұқман баласына айтқан екен: қарының ашпай тамақ жеуші болма. Қарының аш бар тамақ жесең, кез келген тамақ саған дәмді болады деген екен. Сен ертелі кеш еңбек ет. Еңбек етіп, әбден шаршасаң, шаршап келіп жатсаң, әрбір төсек саған мамық болады деген екен. Оны не үшін айтып отырмын? Тігіншіге талап қойылатын еңбек, ол киім тігу болса, диханшының талабы, еңбегі оның, ол кетпен шабу болса, қарылары қойылатын талап, ол Құран жаттау. Осы Құран жаттауға келгенде ешқандай бір салғырттық танытпаңыздар. Еңбек етіңіздер. Әлбетте Аллах Тағала, бүткіл әлемнің патшасы болған, егесі болған Аллах Тағала ақыларыңызды еш уақытта жемейді. Сіздердің дәрежелеріңіз де сол Құран есебінде болады. Енді Хажекең айтып кетті ағамыз, ертең қияметте оқыған Құрандарыңыз себепті дәрежелеріңіз де биік болады. Қай жерде тоқтайсыздар, сол жерде дәрежелеріңіз, жәннатта дәрежелеріңіз болады. Әлбетте 30 параны толық жаттаған қаридың дәрежесі ол бәрінен үстем болатын хақ. Енді ата-аналарын айтатын болсам, Алла Тағала сіздерге сабырлық берген болсын. Ол әрбір баланы оқытқан кезде жоғарыда айтып кетті ғой. Лағнет шайтан тұс-тұстан келіп уәсуаса қылады. Сол уәсуасасына түсіп қалмай, баланың толыққанды Құран жаттауына сіздер үлкен үлес қосыңыздар. Мықты мотиватор болыңыздар. Әрбір әкенің, ананың ол бойындағы сол бір отбасыдан бір қари, ең болмағанда бір қари шығаратын болса, қандай керемет болар еді. Әлбетте біз Аллахтан дұға қылып сұраймыз, осы егеменді елімізде бүтіндей толық Құранды жаттаған қарылар, хафиздар, әлемдік деңгейдегі қарилардың көп болу нәсіп болған болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Сіздің де ұлыңыз да, қызыңыз да әлхамдулилlah Құран жаттап отыр, Құран жаттаған да бар. Сонда сіздің де Алла Тағала дәрежеңізді көтерген болсын. Сізде Алла Тағала қияметте нұрдан тәж келген болсын, Құдай қаласа. Елге, халыққа қызмет жасай берсін. Сіздердің іздеріңізді басып, біз де жүре берейік. Алла Тағала елімізге береке берсін. Қарилар, ғалымдар көп шыға берсін. Құрметті көрермендер, бүгінгі подкаст басқа подкасттардан өзгеше болды деп ойлаймыз.
себебі Қазақстанға, Орта Азияға белгілі болған 10 қырағат иесі Шоқан қари мен 5 қырағат иесі ғұламалар кеңесінің мүшесі, елдің ұстазы Ерсін Әміре Бегайдар ұлының әкелері Қос қаридің әкесі бүгін бізде студиямызда қонақта болды. Халыққа тәрбиелі, пайдасы тиетін жақсы әңгімелер болды деп ойлаймыз. Лайым әрқашан жолдарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйіншілегендей, иншаалла қарылардың атанасы боп, жәннатта күннен де жарық болған нұрдан тәжі киіңіздер. Амин. Сізге де соны тілеймін. Амин. Ұлдары мен қыздарын Құран жаттау жолына берген жас қарилардың ата-анасына да осы тілекті тілейміз. Амин. Біз секілді балаларын, қыздарын қари қылсам деп армандап жүрген талай ата-ананың арманы орындалсын, мақсаттарына жетсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Амин.